Бұл маңызды жаңалықты немістің астрономы Кеплерде жалғастырған болатын. Кеплер планеталардың Николай Коперник іліміне сәйкес алдын ала есептелген орындарымен бақылау кезіндегі анықталған орындарының бір-бірінен айырмашылығы бар екенін байқаған болатын. Демек, планеталардың күнді айнала қозғалу траекториялар шеңбер бойымен болады деген көзқарастан бас тартудың қажеттілігі туды. Планеталардың гелиоцентрлік орбиталарының түрін, яғни пішімін анықтау үшін ол Дания астрономы Брагиннің өте бір сондай мұқияттылықпен жасаған Марс қозғалысына қатысты бақылау жұмыстарының нәтижелерін пайдаланды. Оның көп жылғы жұмысының нәтижесі 1609 пен 1619 жылдар аралығындағы планеталар қозғалысының 3 негізгі заңын ашуы болды. Бұл заңдар оның есімімен Кеплер заңдар деп аталады. Келесі қарастыратын ойшылымыз натурфилософ деп бұл жерде баса назар аударғанымыз, өйткені бұл ғалым астрономиядан гөрі, физикадан гөрі натурфилософияға жақын болғандықтан Джордано Бруно ғаламның шексіздігі туралы идеяны ұсынған болатын. Неге? Себебі ғалымдардың арасында ғаламның шексіздігі немесе оның шектілігі туралы бір антиномиялық сұрақтар туындаған болатын. Нәтижесінде Бруно әлемнің шексіздігі идеясын қолдады. Ол ғалам кеңістікте қозғалмайтынына сенді, өйткені оның сыртында ештеңе жоқ. Өйткені ол барлық нәрсе, ол туылмайды және жойылмайды, яғни мәңгі. Ол саны жағынан болсын көбеймейді немесе азаймайды да. Құдайдың атрибуттарының ғаламға тән екендігін жақтаған Бруно пантеистік ұстанымды бір ғылымға қауіпті ілім ретінде қарастырды. Өйткені ол трансценденталды құдайды жоюға, оны имманенттеуге әкеледі деп қабылдады. Себебі құдайдың атрибуты да ол ешқашан адам баласы зерттеп біле алмайтын сондай ең жоғарғы болмыс, ең жоғарғы зерде деп қабылдаған болатын. Енді ғаламды шексіз деп қабылдағандықтан да әрине Аристотельдің космологиялық бір қабылдаулары, қағидалары да жоққа шықты. Өйткені Джордано Бруно Аристотельдің әлемнен тыс ештеңе жоқ, ғарыш шектеулі деген көзқарасына қарсы шыққан болатын. Бруно абсолютті орын ұғымын жоққа шығарды. Өйткені кез келген орынды белгілеу, оны нақтылау аса қиындыққа соғады. Бұл адам мен әлем арасындағы бір қатар философиялық сауалдардың туындауына әкеліп соқты. Сөйтіп, Джордано Бруно физиканы құру үшін өте қажет болатын қозғалыс салыстырмалығы идеясын ұсынады. 1540 жылдан 1650 жылға дейін кезең зерттелетін құбылыстарға тәжірибелік бір көзқарастың қатынасы қалыптасты, яғни тек гипотеза құру, немесе бір теориялық деңгейдегі көзқарастың қалыптасуы емес, біз мұндай жағдайларда тек нақты эксперимент нәтижесіне сүйенетін дәлелдерді ғана таңдап алу керектігін жақтады. Әрине қайта өрлеу дәуіріндегі классикалық ғалымдарды талқылауда біз Галилео Галилейдің еңбегінде атап өткеніміз дұрыс.
Галилео Галилей итальяндық ойшыл, математик болды. Физика, механика және астрономия ғылымдары, бұл жердегі физика деп тұрғанымыз, яғни табиғат құбылыстарын зерттеудегі бірқатар қызмет атқарған, еңбектер жариялаған тұлға Галилео Галилей. Ол 1581 жылы медицина мамандығына түседі, оқып үйренеді. Бұл кезеңде ол Аристотельдің, Евклидтің, Архимедтің еңбектерімен етене танысады. Алайда Галилейді қызықтырған механика ілімі болды. Осыған байланысты Галилео Галилей жаңағы өзінің университеттегі медицина мамандығынан кетеді да, сол механикаға бет бұрады. Кейін Флоренцияға қайта оралады. Сөйтіп 4 жыл бойы математиканы зерттеген. 1589 жылы Пизада математика кафедрасын қабылдап алып, ғылыми жұмысын одан әрі жалғастырады. Ол жаңағы Аристотельдің геоцентрлік жүйесіне қарсы қозғалыс туралы сұхбат деп аталатын еңбегін жариялады. Біз тарих бедерінен білеміз, алғашқылардың бірі болып, ғылыми тұрғыда телескоп ойлап табушылардың бірі осы Галилео Галилейге тиесілі. Ол өзінің алғашқы телескопын 1609 жылы құрастырады. Ол осы телескоптың көмегімен шолпан планетасының фазасын ашады, күндегі дақты алғашқылардың бірі болып табады. Юпитердің 4 серігін, сондай-ақ Сатурнның сақинасын ашты. Дін басылары Николай Коперниктің зерттеулеріне, оның гелиоцентрлік ұстанымдарына тыйым салады. Осыған байланысты Галилео Галилейде біршама уақыт үй тұтқынында болады. Соған орай 1630 жылы әлемнің екі негізгі жүйесі туралы сұхбат деп аталатын еңбегін Римге алып келеді де, сол жақта жаңағы аяқтап жазады. Мұнда негізгі қарастырылған мәселе бұл еңбектегі Коперник және Евклидтің дүние, яғни әлем жүйесі, яғни космологиялық проблемаларды қарастырады.